10 шақты күннен соң демалысқа келген Қалжан бала шағасын көріп, құшақтап, сүйіп, мәре-сәре болып, дастарханда Еркетай мен Салманды айналып толғанып, алып бер деген нәрселерін бәрін алып беретінін айтып, дауласып отырды. Қызының бойынан бір өзгерісті байқаған ол Еркошам бірден есейіп кеткен ба? Кәдімгі бойжеткен қыз болып кеткендей, тфәй, ерекше бір өзгеріс бар ғой, деп таңырқай қарап отыр. Қызының сәл қымсынып қалғанын сезген Қатипаш көмекке келді. Әрине, қызың есейді, бой жетті, өтпелі кезеңнен өтіп, кәдімгі көз тойдырар сұлу болды. Сен 12 жылдан бері вақта жұмыста жүрсің ғой. Бұлардың қалай есейіп кеткенін де білмей қалдың. Мен болмасам осындай сұлу, әдемі ол қызды кім туып, кім өсіріп берер еді? Деп Қалжанға қарап көзін төңкерді. Қалжан бұны сағынғанның белгісі, әйелінің көзіндегі құмарлық деп түсініп, әңгімені көбейтпей демалу жағын ойластырды. Соның арасында кіші ұлы бөлмесіне кіріп кетсе, Еркетай да сыртқа зып етті. Әке-шеше таң атқанша енді іздемейді. Тек таңертең 5-6-ға дейін келіп үлгерсе болды. Соңғы кезде бұлар групповой қатынастың дәмін алып алған. Бір алапат құмарлық соған қарай еріксіз жетелеп кетіп жүр. Ертесіне әке-шешесіне амандаса кетіп бара жатқан Қалжанға әйелі, оларды қай мезгілге шақырып келесің? Вақтадан келсең соларды асқа шақырып келетін едің ғой. Не болса да ертерек келіп кетсінші. Тезірек ыдыс аяғымызды жуып, тазалап жата қалайық. Сағынышым әлі басыла қоймас деп өтірік көлгірсіді. Ата-енесі келсе, әсіресе енесі бұған ақыл айтып, әрбір ісінен кемшілік тауып, жөн айтуын қоймайды. Содан ертерек құтылу үшін тапқан айласы осы болды. Қалжан әйеліне жақын келіп, мойнын ауырта құшақтады да, жарайды жаным, түске дайында тамағыңды. Өзім ертіп келем. Әке-шешенің орны әке-шеше ғой. Апамды сағындым. Олар да үлкейіп келеді. Көбірек назар бөлмесем болмас. Етіңді молдау сал, ыдыс аяғыңа келін көмектесер. Тағы басқа кімдерге бұйырарын кім білсін. Арқайын әкеммен сөйлесіп отырайын, молдау сал етіңді, деп үйден шыға берді. Сыртқа ауласына шығып гаражда тұрған Камри көлігін айналып, май суын қарады да от алдырды. Айтқандай-ақ, түске таман әке-шешесін, өзінің туған аға жеңгесін, үлкен ұл келіні мен өзінің әкесінің қолындағы бала келінді алып жетті. Қалжан ерекше көңіл күймен оралды. Оған себеп келіннің білініп қалған іші еді. Вақтаға барып келіп жүріп, бұл немерелі болатынын аңғармапты. Кемпір шалдың баласы десе де, ақыл бегі құйып қойған өзі екені көрініп тұр. Әрине өзі көзі тірісінде менің балам демесі анық, бірақ бүйрек шіркін бұрып тұрады екен. Күн сенбі болғандықтан бұлардың 4 көзі түгел түскі шайға жиналды. Қалжанның әкесі сөйлеп отыр. Балам, мен жоғары оқу оқып, диплом алып, мықты қызмет еткен адам емеспін. Тіпті жұмыс істеген мекемем гараж бастық қоям дегенде де бас тарттым. Ол кездің завгарлары жарты құдай еді. Мен мансапқа құмартпадым. Кішігірім мансабы бар адам мен қарапайым жұмысшы арасында қанша дос, жақын болса да белгісіз бір көрінбес шекара болады. Мен сол шекараның ар жағында болғым келмеді. Не көрсем де елмен бірге көрем дедім. Сенің мына үрдісің жақсы үрдіс. Вақтадан келгеніңде отбасымыздың басын қосасын. Сендер қанша өз алдарыңа адам болып, ата болып кетсеңдер де бізге баласыңдар. Сағынамыз, іздеп отырамыз. Сендер де менің қаным көбірек пе білмеймін. Бір тоға өз шаруаларыңа мығым болып өстіңдер. Бірақ бір сұрақ көкірегіме келе береді. Осы мен сендерді толық адам қыла алдым ба? Тәрбиеден кемшін қалдырмадым ба? Міне сол мені қинайтыны. Көптің бірі болып аман жүрсе болар дегенімде, мүмкін сендердің басқа жақтарыңды аша алмадым ба? Деп те ойға кетем.
Жарайды, жақсы болары болды. Сендер бастық, төстік немесе атақты тұлға болмасаңдар да, мына отбасыларыңның ұйытқысы, осылардың басы болуға ұмтылыңдар. Бауыр арасындағы ынтымастық жоғалмасын. Ұзақтан қайырып отыр. Енді қалған өмірімде жұртқа ишай дегізбей, Асаубайдың баласы немесе немересі сонда екен дегізбей алса болғаны. Менің қолымда қалтай сен қалуың керек еді. Бірақ мен әлі өле кетер болмағасын мына ақылтайды алып қалдым. Ондағым сен еркін болып, отбасын өзі басқарып, құлашын сермеп көрсін дегенім еді. Оным дұрыс па, бұрыс болды ма, өмір көрсетер, деп сөзін аяқтағандай шайын сораптады. Иә, әке сөйлеп отырғанда сөйлеу бұлардың әдетінде жоқ болғандықтан үнсіз қостады. Үнсіздікті Қалжан бұзып, жеке кәсіппен айналысып, КамАЗ, МАЗ көліктері бар үлкен ағасына қарап, аға, көліктерің жүріп тұрма? Көмек керек пе? Нан пұлдық бірдеңе тауып тұрма? Деп әңгімені соған бұрды. Осындай әңгімемен шайдан тұрған олар, еркектер бір бөлек, әйелдер дастархан басында қалды. Қалжанның шешесі екі үлкен келінді қасына отырғызып әңгіме айтып отыр. Ене мен келіннің арасы жақын болып, қатты сыйласып кетуі қиын нәрсе. Екеуің де кейде жақтырмай қалсаңдар да осы күнге дейін беттен алып көрген жоқсыңдар. Құдай көрсетпесін де. Қатипаш, сенің мен туралы қақбас дейтініңді де білемін. Оны өзің сараптап, кейін менің жасыма келгенде түсінерсің. Егер түсінгің келсе. Сонда да айтайын, ағайынның арасын қосатын да, ашатын да қатын. Сондықтан отбасында, үйде ағайын туыс жөнінде ауыздарың абай болыңдар. Сендер Асаубайдың ұрпағын емес, өз ұрпақтарыңды тәрбиелеп отырсыңдар. Сол ұрпақтың қандай болып өсері сендердің қолдарыңда. Қатын болып дүниеге ұл қыз әкелгеннен соң, олардың ары қарай жақсы адам болып өсуі әйелдің қолында. Сендер ұл қыздарыңның тәрбиесінде қателік жіберсеңдер, немерелерің өскенде алдарыңнан сол қателік 1000 есе болып шығады. Қалаларда қарттар үйі барын білесіңдер. Сол жердегілер уақытында балаларына дұрыс тәрбие бергенде, мүмкін ол жерде болмас па еді, кім білсін. Жалпы қазақ ұлты үшін қарттар үйі деген өте жаман қасірет. Екеуіңе айтарым, сол қарттар үйінің тұрғыны болғыларың келмесе, ұл қызыңа дұрыс тәрбие бер, деп тоқтатты. Үлкен келін үнсіз бас изеп отырса да, Қатипаш, ой мама, кім айтып жүрсізді қақбас деп. Мүмкін менің ақылды, өнегелі ақбас кемпір дегенімді біреулер теріс айтқан шығар. Сіз керемет жансыз ғой, деп зулатып жатыр еді. Жә, болды. Мен саған қақбас деп айтты екен деп мал салғалы отырған жоқпын. Сен маған мынаны айтшы. Мына келінде қыз жоқ, 3 ұл. Асаубайдың немерелерінің ішінде жалғыз қыз Еркош. Соның тәрбиесі қалай? Соны айт. Қыз тәрбиесі ол ұлт тәрбиесі деп бекер айтылмайды. Қызды тәрбиелегенде малындырып, киіндіріп, қымбат телефон алып беріп, қарша дайыннан қымбат бояу сояуға әуес ету емес қой. Білесіңдер ме? Баяғыда әжелеріміз қыз жатқан төсектің бел тұсына ешкі қылынан жасалған қалың арқан салады екен. Неге дейсіңдер ғой? Беліне арқан батқан қыз аунақшып, ұйқысы сергек болады. Екіншіден белі тал шыбықтай болады екен. Осы күні біреулер беліне темір доңғалақ айналдырып жүр ғой. Ал оны біздің қазақ әлде қашан ойлап тапқан. Қыз қызыл орамал тартып жүреді. Ол мен қырмызы гүлдей қызбын деген белгі болса, күйеуге шыққасын ақ орамал тартқаны, мен ата-анамның алдында ақпын, абыроймен келдім, мен ақ әйелмін дегені деп түсінемін. Қыз бол, қатын бол, қысқа киіп жалаңбас жүрсе, ол шашқа шайтан жабысып, етегіне албасты енеді.
Қыздың етегіне үңілген әзәзіл албасты еркектің көз құртын оятып, қыздың абыройын төгуге шақырып тұрады. Некесіз абыройы төгілген қыз ұлағатты ұрпақ әкелмейді. Себебі жатырына шайтан ұя салады. Міне, шырақтарым, жақтырсаңдар да, жақтырмасаңдар да біздің кемпірлік парызымыз білген түйгенімізді айтып отыру, деп екеуіне кезек-кезек көз тастады. Ұзын көйлек, орамал дегенді иттің етінен жек көретін Қатипаш бір қызарып, бір сұрланды. Осы сәтте қасындағы абысыны Қатипаш екінші келіннің ішіндегіні қыз депті ғой. Соның бесікке салуын, қарын шашын енем өзі қатырар. Бірақ тұсауын саған кестірем. Алла сол күнге аман жеткізсе деп Қатипашқа қарап еді. Қатипаш жарқырап кетті. Ой, жеңеше, Алла разы болсын. Кесем, өзім кесем. Шешесі мен болам, ханшайымдай қылып киіндірем, деп тағы зулай бастағанды, енесі, шырақтарым-ай, бұйыртса деп сөйлеңдер, бұйыртса деп сыртқа шығуға ыңғайласты. Осындай әдемі сөздермен отбасылық отырыс кеш бата тарасты. 26 күннен соң Қалжан вахтаға кетті. Құмарлықты әбден меңдеп алған Еркетай әке шешесіне көрініп те көрінбей де жын ойнаққа кетіп қалып жүрген. Бір күні үйінде аяқ асты құлады. Диванда телефонмен жатқан Қатипашқа Салман жүгіріп келіп, «Мама, Еркеш құлап қалды» дегенде қапылып барған Қатипаш бір қызарып, бір бозарып, әлсіз тыныс алып жатқан қызын көріп қатты шошып кетті. Жүгіріп жедел жәрдем шақырды. Жедел жәрдем келем дегенше бетіне себілген су мен искетілген спирттен ептеп есін жинаған Еркетай құсқысы келетінін айтты. Салманға жуынатын бөлмеден табақ алдырған Қатипаш, «Ботамау, жақпас не жеп қойдың екен, ұшынған шығарсың. Не пәленің бәрін заказбен алдырып жейсің. Ішінде не барын кім білсін? Ойбай-ай, не болды тағы» деп шыр-пыр болып жатқанда жедел жәрдем де жетті. Келген дәрігер қыз Еркетайдың қан қысымын өлшеді де ауруханаға алып кететінін айтты. Қатипаш, «Айналайын-ау, не болған, қауіпті ме? Не болды, уланған ба? Ұшынды ма екен?» деген сұрақтарына дәрігер қыз, «Апа, ауруханаға барайық, шұғыл сараптама аламыз, тексереміз. Сосын кезекші дәрігер алғашқы диагноз қоя жатар. Әзірге айтарым қан қысымы өте төмендеп кеткен», деп Еркетайды киіндіруін сұрады. Еркетайды жатқызған аурухана бөлімшесінің алдында ебіл-себіл болып тұрған Қатипашқа шыққан дәрігер, «Қызыңыздың етеккірі соңғы рет қашан келгенін білесіз бе? Қызыңыз қашаннан бері әлсіреп жүр?» деп еді. Қыздың аяғы ауыр екен дегенде Қатипашқа дем жетіспей, қолдары мен ауа қармағандай болып тұрды да дәрігердің жағасынан ұстап қалды. «Не дейді, анық па? Кімнен? Ойбай, қай иттің баласы екен, жауыз» дегеніне дәрігер, «Ол жағын қызыңыз өзі айтар. Әзірге мен полицияға ақпар жібердім. Бұл қылмыстық іс. Мен бұны құзырлы органдарға хабарлауға міндеттімін» деп бұрылып кетті. Орындыққа отыра кеткен Қатипаштың құлағы шуылдап, айнала азан қазан болып кетті. Оның басында тек бір ой. Ол бұны ешкім білмесе екен, бәрі ұмыт болса екен, бұл тек түс болса екен деген ойлар еді. Абыр сабыр болып, абысыны мен енесі жетті. «Не болды? Неден ұшынған? Сен телефонмен толық түсіндірмедің ғой. Жағдайы қалай? Көрдің бе? Сөйлесе алдың ба?» деп алқымдап барады. Енесі, «Құдай масқарадан аулақ қылсын. Қатипа, бері қара, жаман аттан аулақсың ба?» Үлкен келін бетіндегі ұсақ сепкілмен әне бір балық сияқты қуырып тастаған тауықтың аяғын өліп жеп терлегенін көріп шошынған екен. Сұрауға айтуға ұялдым деген. «Шыныңды айт, жаман аттан аулақсың ба? Масқара болып қалған жоқпыз ба?» деп шыдатпай тұр. «Иә,
Жаманат аяқ астында, өзінің сансыздығынан алаңсыз сүрген өмірінің нәтижесі алдынан шыққан Қатипа үнсіз қалды. Жұрттан жасыру мүмкін болмады. Ішкі істер араласты, бәрі ашылды. Жын ойнақта жасалынған фото, бейне материалдар тергеушінің алдында жатты. Қатипаштың бар тапқан амалы Ақтөбеге алып кетіп, қызына жасанды түсік жасату болатын. Ол әрекеті де теріс нәтиже әкелді. Қайтар жолда вагонда ұйықтап жатқан Еркетай шошып оянып, вагон ішін азан-қазан қылып еліріп, көрінген адаммен жағаласа бастады. Үлкендеу бір станциядан жедел жәрдем келіп, тынышталдыратын екпе салып, жөнге келсе де елірме ауруға тап болды. Үйінде бөлмесінде шашы жалбырап, есі кіресілі шығасылы болып, дәретінің үлкенін де кішісін де жібере беретін жағдайға ұшырады. Жұт жеті ағайынды деген вақтадан келгенде, қызының мына жағдайын көрген Қалжан жүрек тұсын ұстап отыра қалды. Сол отырғаннан тұрмады. Жүректің жасырын ишемиялық ауруы бар екен. Дәрігерлер коронарлық өлім деген диагноз қойды. Осыншама ауыртпалықтан Асаубай ақсақал төсек тартып жатып қалды. Қызының дәретін жуудан шаршаған Қатипаш оны үкіметке өткізіп жіберді. Енді міне бір кездегі берекелі, мерекелі үйінде жиі жалғыз қалады. Кішкентайы Салманы да әжесін жағалап жүр. Бұл ол үйге баруға беті жоқ, дәті де шыдамайды. Бұрынғы араласып жүрген дос жаранның бәрі бұны көрсе сырт айналады. Үйін шақырым жерден айналып өтеді. Бұған қатты әсер еткен жағдайдың бірі бұл байын әдейі өлтіргендей бұны тойға шақыруды қойды. Тұсау кестірем деп отырған абысыны айнып кетті. Сылтауы ырымға жаман деген. Жұма сайын қойымшылыққа барып, Қалжанның қабірімен мұңдасу. Тамын құшақтап тұрып, жылап кешірім сұрау. Қатипаш жаңа түсінді. Өзі өмір бойы еркекке ат үсті қарағанмен, бұның берекеті де болмысы да сол күйеуі барда екенін кеш түсінді. Осы қиындықтың бәрінің себепшісі болған қызын өзі тәрбиелеп, осыған өз өмірін өзі итермелегенін түсінген сайын көкірегі удай ашыды. Енді кеш, енді ештеңеде қайта оралмайды. Тек күйеуінің садақаларын берерде қайын ағасы, бала шағасы мен осында қонып, ағайынды жинап, тарқатып кетіп жүр. Күйеуінің 100 күндік садақасын таратқасын, келін кепшіктер ыдыс аяқтарды жуып тазалап кетіп, бұл тағы жалғыз қалам ба деп отырғанда, енесі Қатипа, бері кел, деп қасына шақырып алып, құшақтап отырды да, жылап ал, ішіңдегіні түгел шығар, құсадан өліп кетерсің, жыла, тоқталмай, сосын шырағым ары қарай қалай өмір сүреміз, соны анықтайық. Шырағым-ай, бұндай өмірді тілеген ештеңең жоқ қой, осылай болсын деп жоғарыда біреу шешкен дағы, деп басынан сипауы мұң екен. Кетті дауыс етіп, ағыл-тегіл көз жасы да төгілді. Күйеуі өлгелі көзіне тыным болмаса да, мына жас ерекше құйылды. Міне ағайындар, біздер жарысып, әдемі киініп, жақсы үй салып, жылдам көлік мініп жүргенде ұрпақ тәрбиесін мүлдем ұмыттық. Соның салдарынан жетім балдар, нашақорлар, қыз-текелер, кәмелетке толмаған, бірақ бір баламен ажырасып үлгерген отбасылар. Бұзылған қыздар, жігерсіз ұлдар пайда болды. Орыс езгісінде болғанда, иманы мен жауапкершілігін жоғалтпаған қазақтан тәуелсіздік алғаннан соң осындай ұрпақ өсті. Бұл біздің қоғамның, біздің ұрпақтың жіберген кешірілмес қателігі.